Сәлем құрметті менің оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода мен балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыруға арналған тақырыпты қозғаймын. Яғни балалармен заттарды санау қалай жүргізіледі, заттарды санауға қалай үйретіледі, сол туралы ой бөлісетін боламын сіздермен. Ал құрметті менің оқырмандарым, сіздер менің каналыма, осы видеома лайк басып, колокольчикті басып тіркеліп қойыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз менің каналымның дамуына өте қажет. Сонымен бүгінгі тақырып: балалар бірден 10-ға дейінгі санауды үйрене басталған кезде ата-аналар, ұстаздар неге көңіл бөлуіміз керек? Балаларды қалай санауға үйретуіміз керек? Әдетте мектепке келетін бала мақтанып келеді: мен бірден 10-ға дейін санай аламын, мен 100-ге дейін санай аламын, мен 100-ге дейін санай аламын деп өзінің санай алатынымен мақтанып жатады. Біз оларды әрине мақтаймыз білген үшін, бірақ сол тек қана сандарды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп сандарды санап шығуында ар жағында баланың түсінігі қандай, ол зат пен санды сәйкестендіре алады ма? Біз соған жете көңіл бөлуіміз керек. Ендеше бүгінгі видео соған арналмақ. Қашанда білімді игерудің алғашқы баспалдағы ол оқу, жазу және санау. Әліппе сабағында баланы әріптермен, буындармен таныстыратын болсақ, математикада балаларға қарапайым математикалық түсініктер береміз. Заттарды санауға үйретіп, цифрлармен таныстырамыз. Әдетте ата-аналар балаларға үйде өз саусақтарын санатамыз. Бір деп бір саусағын, 2, 3, 4, 5 деп әр саусағын бүгіп санатуға үйретеміз. Дәл осылай санаудың бала үшін қаншалықты түсінікті екенін ойлап көрдіңіз бе? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп бала сандар тізбегін түсінбей жаттап алғанда, ол оның сандардың атауы оған ештеңе білдірмейді. Мысалы, 4 саны айтқан кезде баланың миында 4 саны бейнелене ме? Ол заттардың тобын түйсігімен ойлап, көзіне 4 затты елестете ала ма? Ересек адам үшін оп-оңай болып саналатын бұл ой операциясы балаға қаншалықты түсінікті? Біз ересектер 4 санын ести сала, оның түпкі мән мағынасын бірден ұға қоямыз. Ал 5-6 жастағы баланың ми жұмысы біздікіндей, яғни ересектердікіндей емес қой. Олай болса, сандарды зуылдатып, ретімен ауызша айтқызып жаттатқызудың маңызы шамалы. Әп-сәмілі басталған кезде бұлай зуылдатып жаттатудың қажеті жоқ. Әрбір санның құрылу жолын түсінуге үйретпей тұрып, санау әрекетін саналы түрде әбден меңгертіп алмай тұрып, бірден 10-ға дейін зуылдатып жаттатып әуре болмай-ақ қойыңыз. Әрине бала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деген сандардың атауын жаттап алады, бірақ ол цифрдың нақты 6 қайсы екенін, 7 қайсы екенін таңбалануын көрсетуге қиналады. Бұл балалардың әлі абстракциялық ойлау дағдысының жоқ екенін көрсетеді. Яғни сандардың атауын жаттаса да, оны тек түсінбей жаттанды айтады. Ол үшін енді не істейміз? Балаға заттарды дұрыс санаудың дағдысын практикалық тұрғыда көрсетеміз. Заттарды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп бір үйреткеннен, санауды бір үйреткеннен түсіне қоятын бала қайсы? Яғни заттарды санау дағдысы бір үйреткеннен баланың бойына желім болып жабыса қалмайды ғой. Заттарды санауды да баланың бойына кезең-кезеңмен сіңіру керек. Ол үшін алдымен балаға бір затты береміз. Бұл жерде көрнекілік ретінде кез келген затты пайдалана аласыз. Тіпті үйдегі қасықты, баланың ойыншығын, дөңгелектер, бутылканың қақпағы сияқты түрлі заттарды сіз пайдалана аласыз. Яғни балаға көрнекілік ретінде 1 заттан тұратын көрнекілікті, 2 заттан тұратын көрнекілікті
3 заттан тұратын көрнекілікті, солай 4 заттан тұратын көрнекілікті шетіне көрсетесіз. Мысалы, алдымен бір заттан тұратын затты көрнекілікті, бір заттан тұратын көрнекілікті көрсетіп, балаға айтамыз: сен неше құлпынайдың суретін көріп тұрсың? Бір құлпынай. Ендеше бір дөңгелекшемен оны белгілейік. Бір дөңгелекшені сал. Немесе бір нүктені сал. Міне, бала өзінің көргенін өзінің миында бейнелеп көрсетті. Яғни, мен бір құлпынайды көріп тұрмын. Мына бір дөңгелек оның бір зат екенін көрсетіп тұр ол. Сол сияқты, мына жерде неше құлпынайды көріп тұрсың? Екінші жолда 2 құлпынайды көріп тұрмын. Жақсы, ендеше оны дөңгелекшемен белгілеп көрсет. Міне, бір құлпынайды көріп тұрмын, 2 құлпынайды көріп тұрмын. Осылай затты, көрген затын шартты белгі нүкте ретінде белгілетіп үйретеміз. Үшінші, неше құлпынай көріп тұрсың? 1, 2, 3. 3 құлпынай көріп тұрмын. Ендеше оны нүктелермен белгіле. 1 құлпынай, 2 құлпынай, 3 құлпынай. Сол сияқты, мына жерде мысалы біз 4 дөңгелек көріп отырмыз. Немесе оны дөңгелектерді енді 3 бұрышпен белгілеп көрейік. 1 дөңгелек көріп тұрмын, екіншісінікі, үшінші, төртінші. Осылайша бала нақты заттарды санап, бір деген зат бір санмен байланысты екенін меңгере бастайды. 2 деген сан 2 затпен сәйкес келетінін түсінеді. 3 зат 3 санмен сәйкес келетін санасына біртіндеп отыра бастайды. Енді осы жерде айта кету керек, біздің балалардың мектепке енді келетін дайындық сыныбындағы, 1-ші сыныптағы, 2-ші сыныптағы балаларда бізде абстрактылы ойлау деген жоқ оларда. Олар көзіне көрінбеген, тек қана жаттанды түрде құрсаттарды санай алмайды. Оларға нақты бейнелі ойлау үшін осындай заттарды көрсетіп тұру керек. Енді бұл жерде тағы да былай істеуге болады. Мысалы, бір құлпынай бір нүктемен белгіледік. Енді оған саусақты қоссаңыз болады. Міне бір саусақ. 2 құлпынай, мен оны 2 нүктемен белгіледім. Ол міне мынау екеуді білдіреді. 3 құлпынай, 3 нүктемен белгіледік, міне ол 3-ті білдіреді. Міне мынау 3-ті білдіреді. Осылайша сіздің балаңыз нақты бейнелі ойлау арқылы заттарды санау дегеннің не екенін түсіне бастады. Ендігі кезекте сіз осы сандардың цифрмен таңбаланатын ұғындыруыңызға болады. Яғни, мына жерде біз неше құлпынай көріп тұрмыз? 1 құлпынай көріп тұрмыз. Біз оны бір нүктемен белгілегенбіз. Ендеше бір санын цифрмен былай белгілеуге болады деп, қасына былай бір цифрын қосып көрсетеміз. Сол сияқты, біз мына жерде 2 құлпынай көріп тұрмыз. 2 құлпынай. Біз оны 2 нүктемен көріп тұрмыз. Ендеше 2 саны цифр болып қалай белгіленеді екен? 2 саны цифр болып бұлай белгіленеді. Міне. Сол сияқты біз баланы 3 саны цифр болып қалай таңбаланады? Осылай нақтылап түсіндіріп өтеміз. Міне, құрметті менің оқырмандарым, бір қарағанда қарапайым ғана көрінетін заттарды санауға үйрету тақырыбын мен осылайша сіздерге жеткіздім. Өзімше жеткіздім, себебі ұлы Абайдың өзі айтқан ғой, адам баласы білімді алар кезде не істейді дейді. Адам баласы білімді алар кезде көзбен көріп, құлақпен естіп, қолмен істеп, тілмен татып, мұрынмен иіскеп, тыстағы дүниеден хабар алады дейді. Дәл солай біз де балаларды бойына кез келген білімді сіңірер кезде олардың 5 сезім мүшелеріне әсер ете отырып жеткізсек, балаларымыздың біздің берген білімімізді жақсы қабылдайды. Ол олардың болашақта жақсы оқуда үлкен жетістіктерге жетуіне өз әсерін береді.
Ал құрметті оқырмандарым, осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Менің басқа видеоларым сіздерге шыққанын хабарлама алып тұру үшін төмендегі колокольчикті басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.